Сәлеметсіңдер ме, қымбатты шәкірттерім? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Балалар, берілген суреттерге назар аударайық. Әрине, бүгінгі біздің сабағымыз Қазақстанның символы алтын адам туралы болмақ. Бөлім ежелгі көшпелілер мәдениеті. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалым 2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Оқушыларым, сабақтың соңында сіздер мәтінді тыңдап, түсініп, өз достарыңмен тыңдаған мәтін туралы ақпаратпен бөлісе алатын боласыңдар. Ежелгі көшпелілер мәдениетін өтіп жатырмыз. Ендеше, қазір біз көшпелілер туралы өткен сабақтарды есімізге түсірейік. Міне, берілген суреттерге назар аударыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты тыңдалым. Сондықтан мен сендерге қазір сөйлемдерді оқимын. Сол сөйлемдер қай суретке сәйкес белгілеп отырасыңдар. Тыңдайық. Көшпелілер қалай өмір сүрген? Көшпелілер көшіп, қонып, тіршілік еткен. Қандай көшпелі тайпаларды білеміз? Сақ, скиф тайпаларын білеміз. Көшпелілер немен айналысқан? Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысқан. Көшпелілер қандай халық болған? Көшпелілер жауынгер халық болған. Балалар, тексерейік. Сонымен бірінші сөйлемге қай сурет сәйкес келеді? Әрине, бірінші сурет көшпелілер көшіп, қонып, өмір сүрген. Екінші сөйлемге көшпелі тайпалар, олар сақ, скиф тайпалары. Үшінші сөйлемге сәйкес келетін сурет. Әрине, көшпелілер мал шаруашылығымен айналысқан. Төртінші сөйлемге сәйкес келетін сурет. Көшпелілер жауынгер халық болған. Бәріміз осылай орындады деп ойлаймын. Өздеріңізді тексеріңіздер. Тамаша. Балалар, сабағымыздың мақсаты тыңдалым. Қазір сіздер мәтін тыңдайсыңдар. Тыңдалымнан бұрынғы тапсырма, яғни мәтінді дұрыс түсіну үшін мына берілген тірек сөздерге назар аударайық. Тірек сөздер: Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Есік қорғаны, Есік, город Исык, қорғаны, курган, Исыкский курган. 1970 жыл. Археолог Кемел Ақышев. Алтын адам, сақ жауынгері. Көшпелілер мәдениетінің інжу маржаны. Інжу, имя девочки, маржан, имя девочки, означает жемчуг. Інжу, маржаны синонимы. Көшпелілер мәдениетінің інжу маржаны.
Сақ мәдениетінің мақтанышы, мақтаныш, гордость. Сақ мәдениетінің мақтанышы. Келесі тапсырманы мұқият тыңдап, түсінуге тырысайық. Білімге алға! Алматы облысындағы Есік қорғанынан сақ дәуіріне жататын алтын киімді адам табылғанын білесіңдер ме? Археолог Кемел Ақшық бастаған ғалымдар 1970 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Есік қорғанынан әйгілі көшпелілер өркениетінің ерте темір дәуіріндегі інжу маржаны, сақ мәдениетінің мақтанышы алтын адамды тап. Ескерткіш әлемді таң қалдырған тарихи жаңалық ретінде бағаланды. Сақ жауынгері 4000-ға жуық алтын әшекеймен апталған. Бас киімінің өзінде 150 аң мен құс бейнеленген. Сақ ханзадасымен қоса жерленген тостағандағы жазу сақтардың тілі, көне түркі тілі екені дәлелденді. Балалар, мұқият тыңдаған боларсыңдар мәтінді. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Алтын адам, сақ ханзадасы. Дұрыс па, бұрыс па? Ойланып отырыңдар. Алтын адамның бас киімінде 150 аң мен құс бейнеленген. Сақтардың тілі көне грек тілі. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен апталған. Ойланайық. Келесі тапсырмада өзімізді тексеретін боламыз. Тексерейік. Алтын адам, сақ ханзадасы. Дұрыс. Бәріміз осылай белгілеген болармыз. Екінші сөйлем. Алтын адамның бас киімінде 150 аң мен құс бейнеленген. Дұрыс. Сақтардың тілі көне грек тілі. Бұрыс. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен апталған. Дұрыс. Тамаша. Бәріміз осылай белгілеген болармыз. Өздеріңізді тексеріңіздер. Балалар, берілген суреттерге назар аударайық. Бұл жерде алтын адам және алтын адамның бас киімі бейнеленген. Осы суреттерді бояп, өздеріңнің достарына сыйлық жасауларыңды ұсынамын. Шәкірттерім, сонымен біз алтын адам туралы мәтін тыңдадық. Енді алтын адам туралы алған ақпаратпен өзіміздің досымызбен бөлісейік. Достарына алтын адамның өздерінің қолдарымен бояған суретін және берілген хатты толтырып жіберулеріңізді сұраймын. Бірақ хатта көп нүктенің орнына бүгінгі сабақта оқыған ақпаратты өздерің толтыруларың керек. Сонымен, сәлем досым, қалың қалай? Денсаулығың жақсы ма? Отбасың аман ба? Менде бәрі жақсы. Менің саған сыйлығым бар. Бұл көп нүктенің орнына өздерің қоясыңдар, жазасыңдар. Ол көшпелілер мәдениетінің алтын адам жауынгері. Алтын адамның киімінде 150 мен суреті
бейнеленген. Алтын адамның киімінде әшекей бар. Алтын адам сақ мәдениетінің менің сыйлығым саған ұнайды деп ойлаймын. Сау бол. Балалар, менің ойымша бұл тапсырма сіздерге қиын болмайды. Егер сендер сабақты мұқият тыңдасаңдар, онда сендер қиналмайсыңдар. Егер қиналып жатсаңдар, сабақты басынан бастап қайтадан тыңдауға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті оқушыларым, біз бүгін сабақта алтын адам туралы мәтін тыңдадық. Алтын адам туралы көптеген мағлұматтар білдік. Алтын адам туралы қазақ тілінде досымызға хат жазуды үйрендік. Алтын адам Қазақстанның символы. Алтын адам сақ мәдениетінің мақтанышы. Бұл біздің тарих. Ал өзіміздің тарихымызды білу парыз. Сонымен балалар, сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.